Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер, GeoGlobus каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қызық тақырып, бірақ бір жағынан ауқымды тақырып болып есептеледі. Әр сабақтағы берілетін ақпаратты жеке-жеке қарастырамыз. Енді сабақтың тақырыбын көрсететін болсақ, ол бізде ұлттық валюта бағамы. Бүгінгі сабақ мақсаттарына тоқталатын болсақ, ол бізде қарастыратын валюта бағамы және жүйелерін білу. Екіншісі халықаралық Қазақстанның валюталық саясатына баға беру, сонымен басқа халықаралық валюта жүйесін қарастырамыз бүгінгі сабақта. Енді жалпы валюта ұғымына келіп тоқталатын болсақ, анықтамасына, валюта дегеніміз белгілі бір мемлекет ішіндегі немесе халықаралық қатынастардағы айналыс құралы болып табылатын ақша бірлігі болып есептеледі. Жалпы бұл жерде оның атқаратын қызметтеріне тоқталатын болсақ, жалпы валюта бірінші кез келген тауардың немесе қызметтің несиede құнын өлшейді. Яғни бағасы қанша мөлшерде болатын. Сол арқылы біз несейміз төлем құралы ретінде ақшаны пайдаланамыз. Яғни ақшаны пайдаланған кезде ол ақша бір орыннан екінші орынға несиede ауысады, яғни осы кезде ақшаның айналым құралына айналады. Яғни сатушыдан сатып алушыдан сатушыға, одан кейін ары қарай жәнегі ақша айналымы басталып кете береді. Ары қарай жинақтау құралында қызмет атқарады. Сонымен қатар әлемдік ақша қызметінде атқарады. Әлемдік ақша қандай екен, оны бүгін сабақта талдап қарастырамыз. Жалпы енді бірінші валюта классификацияға тоқталайық. Бірінші біз олар бірінші бағыттарға бөліп қарастырайық. Бірінші бізге мемлекетке қатысты, екінші физикалық формасына қарай, қолдану дәрежесі бойынша деген, одан халықаралық есеп айырысу, одан валюта бағамы бойынша. Мемлекетке қатысты валютаны айтатын болсақ, мысалы теңге ол ұлттық валюта есептеледі. Егер де біздің қолымызда жаңағы рубль немесе басқа да валюта болатын болса, ол бізде шетел валютасы есептеледі. Ал егер евро не доллар болатын болса, ол халықаралық валютаға есебіне енгізіледі. Физикалық формасына қарай, біз оларды бірнеше түрге жіктеп қарастырамыз. Ол жерде айтатын болсақ, қолма-қол ақша, есеп шоттағы ақша деген секілді қолдану дәрежесі бойынша, яғни ол қаншалықты деңгейде әлемде жәнегі айырбасқа келеді, соны сол жағын қарастырамыз. Одан барып халықаралық есеп айырысу дегені бұл жерде және халықаралық сауда жүргізген кезде немен төлейміз деген секілді. Одан валюта бағамы бойынша бүгінде тоқталып кетеміз. Оның негізі қандай түрлері бар. Енді жалпы валюта классификациясынан жалпы жіктеулер бойынша қарасақ, бірінші бізде мемлекетке қатысты ұлттық теңгенің болуы, немесе кез келген мемлекет ұлттық валютасы болады. Келесі екінші шетелдік, одан халықаралық. Келесі физикалық формасына қарай біз оларды қолма-қол ақшаға жатсамыз, қолма-қол ақшаға банкноттан тиындар жатады. Екінші есеп шоттық дейді, банктағы шоттардағы ақшаның көрсеткіші, одан бар бізде электрондық, бұған айтатын болсақ криптовалюталар жатады. Қолдану дәрежесі бойынша еркін айырбасталатын, доллар, евро, иенді біз несеміз кез келген мемлекетте айырбастауға келеді. Жартылай айырбасталатын теңге рубль есептеледі, немесе айырбасталмайтын валютаны айтатын болса, ол бізде солтүстік Кореяның воны есептеледі. Халықаралық есеп айырысу дегенде, яғни тауарға қызметке ақша төлеу үшін біз жәнегі резервтік валютаны пайдаланамыз. Мен басқа да өзге елдер ұжымдық валюталарын несие қолдана алады, есеп айырысуға әзерді мысалы. Валюта бағамы бойынша валютаның бағамы, яғни валютаның курсы деп аталады. Оның бірінші түрі бекітілген, екіншісі еркін бағам, және де аралас бағам болып есептеледі. Бөлім қарастырылады. Келесі енді бізде туындайтын сұраққа келіп тоқталатын болса, бізде валюта бағамы не үшін есептейді дегенде, не үшін оны анықтау керекпіз деген сұраққа жауап іздейтін болса, ол бірінші көрсеткіш бізде қарайтын болса, экспорт жағдайына көз жүгіртейік. Мысалы, біз экспортқа тауар шығарамыз. Сол тауар үшін не істеу керек? Бізге тұтынушыны табу керек. Тұтынушы табылды. Яғни сол тұтынушы тауар үшін не істейді? Өз және ақшасын төлейді. Біз оған тауар береміз, ол бізге ақшасын береді. Ақшасын берген кезде бізге айтатын болса, Франция мемлекеті айтатын болса, Еуропа елдер айтатын болса, халықаралық сауда мысалы, оны тауарды және евромен төлеуі мүмкін. Евроны біз аламыз, қалтамызға саламыз. Одан кейін барып, ол ақшаны несеміз мемлекетке келген кезінде оны біз айырбастаймыз. Яғни осы жерде біз несейміз теңгеге оны айырбастаймыз. Өйткені біз евромен мемлекет ішінде сауда жүргізбейміз ғой. Біз яғни ұлттық валюта теңгемен сауданы жүргіземіз. Яғни ары заттар сату үшін және өнім шығару үшін. Сонда бізде қарайтын болсақ, бұл жерде евроны егер де біз теңгеге айырбастайтын болсақ, бұл жерде теңгеге деген сұраныс пайда болады. Яғни теңгенің
үстемдігі немесе айтатын болсақ теңге күшейе түседі барған сайын. Екінші жағдайда импорт жағдайын қарастыратын болсақ, бұл жерде керісінше болады жағдай. Яғни менің қолымда теңге бар. Яғни маған импорттан бір тауар алу керек. Ол тауар алу үшін маған теңгемен несие алып, мен халықаралық саудада есеп жүргізе алмаймын ғой. Сол себептен мен оны евроға не долларға айналдыру керек. Осы кезден айтатын болсақ, евро немесе долларға сұраныс арта бастайды. Яғни олар күшейе бастайды. Содан кейін жаңағы айырбастаған ақшаны мен не істеймін, тауарға есеп айырылсам, соның арқасында мен не істеймін, тауарды сатып аламын импорттан. Соны импорт жағдай айтатын болсақ, көп жағдайда ұлттық валютаға не істеуі мүмкін. Ұлттық валютаны біраз әлсір етуі мүмкін. Сол себептен экспорты өнімін не істеу керек, санын көбейту керек. Келесі енді валюта бағамына тоқталатын болса, валюта бағамы дегеніміз не? Жалпы бір елдің ақша бірлігінің басқа елдердің ақша бірліктерімен көрсететін бағасы болып табылады. Сонда бізде валюта бағам түрлеріне бірінші бізде айта кеткенде бір бекітілген бағам, екіншісі еркін бағам, үшіншісі аралас бағам деп бөлініп қарастырылады. Бұл жерде енді осыған байланысты бізде айтатын болса, валюта бағам түрлерін тоқталып кетейік. Бекітілген бағам дегеніміз жалпы сипаттамасы ұлттық валютаның бағамы басқа валютаға немесе алтынға қатаң байланған мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі дейді. Яғни бұны ұлттық банк не істейді? Кез келген біз мемлекетіміз ұлттық банк болып, басқа мемлекет ол орталық банк не істейді? Соны бәрі реттеп қарастырады. Екінші еркін бағамда бұл жерде оны ешқандай айтатын болсақ, резервтен көп немесе келмейді. Бұл жерде бағам сұраныс пен ұсынысқа байланысты валюта нарығында қалыптасады. Яғни маған теңге керек болса сатып аламын, теңге керек жоқ болса ол теңгені сатып жіберемін деген сақалды. Осылай қалыптасады. Енді бұл сұраныс ұсыныс бойынша ол қалай қалыптасады, мына бейнероликтен көруге болады. Яғни бұл сұраныс пен ұсыныс ютубта да бар бұл бейнеролик. Іздеп қарасатын болсақ, спрос и предложение деп жалпы бұл түсінікті қалыптастыру мақсатында. Келесі кеткені жалпы бағамдар салыстыратын болса, бірінші жалпы қалыптасуы бекітілген бағам мемлекеттен белгіленген. Ал еркін бағам оны нарық белгілейді. Яғни саудада, мысалы нарық саудасында теңгенің құнын анықтайды, қанша немесе $1 қатынасын. Тұрақтылығы бекітілген бағам жоғары болып келеді. Яғни бекітілген жәнегі 400 теңге ма, сол 400 теңге тұрады. Ал немеде тұрақтылық төмен болып келеді еркін бағамда. Яғни ауытқулар көп болып отырады. Соған байланысты қарастырайық, резервтар дейді, үлкен қорлар қажет етеді сақтап тұру үшін. Ал нарықты бағамда, мысалы айтамыз, еркін бағамда бұл жерде шағын қорлар ғана мен күн көре алады. Яғни көп неме құйып керек емес бұл жерге резерв валюталарды. Икемділігі бұл жерде төмен, еркін бағамда жоғары есептеледі. Тәуекелдер қандай қауіп қатерлер болуы мүмкін? Мысалы резерв жеткіліксіздігінен мемлекетте дағдарыс туындауы мүмкін. Яғни қанша айтатын болсақ, жәнегі теңгенің бағамын сақтап тұру үшін қаншама резервтен ақшалар, долларлар, алтындар кетуі мүмкін. Еркін бағамда тәуекелдер ол курстың күрт ауытқуы. Яғни айтатын болсақ, бүгін 520 болатын болса, ертең 540, немесе 560-қа немесе 600-ға көтеріп кетуі мүмкін аяқ астынан. Сонда бізде қарайтын болса, жалпы тапсырма келетін болса, емтихан жұмыстарында, мысалы валюта бағамдарын артықшылығын кемшіліктерін сипаттама бер деген кезінде, сонда сендер естисіңдер, бекітілген бағамның мысалы артықшылығын кемшіліктерін мен одан кейін еркін бағамның артықшылығын кемшіліктерін атасаңдар екі-екіден. Сонда айтатын болса, бұл сұрақтан 4 балға бағаланса, соны жауап бере аласыңдар. Мысалы айтатын болса, бекітілген бағамның артықшылықтары бұл жерде валюта бағам тұрақты. Оның кемшіліктері қордан көп не істеу керек, резервтік валютаны құю керек. Ол жәнегі айтатын болса, мемлекетте дағдарыс тудыруы мүмкін. Еркін бағамдық айтатын болса, бұл жерде резервтік немеден өте қорды қажет етпейді. Оған біраз қор құйса да жетеді, бірақ оның кемшіліктері жәнегі валютаның тұрақсыздығы, жәнегі ауытқып отырады бағамы. Осылайша жазып көрсетесіңдер. Келесі кеткен ары қарай бізде жалпы валюта бағамына қандай факторлар әсер етеді екен, соны тоқтала кетейік. Бірінші біз айта кеткендей, еркін бағамда ол сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Әрекеттік, енді келесі бізде елдің экономикалық жағдайы дейді, яғни теңгенің және мемлекеттегі инфляцияның деңгейі жоғары ма төмен ба деген секілді. Одан кейін келесі қарастыратын болса, бізде жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштері. Жалпы ішкі өнім көрсеткіштері деген, яғни экспортқа қаншалықты біз тауар шығардық немесе қызмет көрсеттік деген секілді. Мысалы айтатын болса, бір жылдағы өндірілген тауарлар мен көрсетілген қызметтің жалпы құнын не істейміз, халық санына бөліп соны қарастырамыз. Ары қарай ұлттық банктің қызметі, яғни пайыздық мөлшерлеме қаншалықты деңгейде салып отыр, яғни ол
жәнегі депозиттік немесе несие беру пайыздарын қарастырамыз. Одан мемлекеттік саяси тұрақтылық пен біздің яғни және негізгі бюджетке ақша түсетін ол мұнайдан ғой. Мұнайдың әлемдегі бағасы, шикізаттың бағасы есептеледі. Енді бізде сұрақ туындайды, неге теңге әлсіз? Соның себептерін қалай түсіндірейік? Айтамыз, неге әлсіз болып табылады? Оны және ең қарапайым мысал, жаңа айта кеттік, импорт жағдайында егер де біз импорттан көп тауар ала беретін болсақ, теңге уақыт өте келе әлсірей береді. Яғни біз өзіміздің өндірісімізді не істеу керек? Дамыту керекпіз. Яғни бұл жерде айтатын болса, тек қана дамытпай керек. Әлемде сол бір саланы не істеу керек? Бір саланың үлес пайызын алу керек. Қай салада біз мықтымыз? Сол сала бойынша айтатын болса, мысалы машина саласы бойынша біз білеміз, жапондықтар, немістер мықты. Айтатын болса, солар не істеген? Көп дүниедегі нарықтың біраз бөлігін өздеріне иемденіп алған. Сол сияқты біз басқа да бір тауар не қызмет көрсетуде сол әлемдік нарықтың бір бөлігін иемденіп алсақ, соның немесе бізге пайдасы түсіп отырады. Келесі кеткен тапсырма бойынша келесі бізде қазір кестелер берілді. Сол кестелер бойынша Қазақстан ұлттық валютасының бағамының өзгерісін 90-шы жылдар мен 25-ші жылдар аралығын сипаттаймыз. Сол бойынша қай жылдар девальвация болды, оның себептерін анықтаймыз, және де қай жылдары бізде бекітілген бағамнан еркін валютаға бағамына жылдар болған ауысқанын талдап қарастырамыз. Енді көз жүгіртейік, бұл жерде бірінші кестеге қарайтын болса, біздегі жалпы валютаның бағамы 90-шы жылдан бастайды. Енді бізде 90-шы жылда ұлттық валюта теңгеміз шыққан жыл болып есептеледі. Осы жылда бірінші жылды бізде қарайтын болсақ, $1, яғни 5 теңге 125 тиынды құраған. 5-тен 100,25 тиынды құраған. Енді ары қарай қарайтын болсақ, бірте-бірте бұл көрсеткіш ұлғайып келе жатыр. Енді бізде қарайтын болса, 1999 жылы бұл 78 теңгеден 119 теңгеге көтеріледі доллар. Оның басты көтерілу себебі мемлекеттік айтатын болсақ, бізде девальвацияның болуы, дағдарыс емес, девальвацияның болу себебі екі фактор бар. Бірінші ол оңтүстік шығыс Азияда Таиланд мемлекетінің қаржы дағдарысы басталады. Сол қаржы дағдарысының немесі толқыны біздің елімізге келіп жетеді. Екінші тағы бір себебі ол 98 жылы Ресей рубльдің дефолтқа ұшырауы. Осы екі себептен және айтатын болса, жаңағы біздің теңгенің әлсіреуін көре аламыз осы жерден. Ары қарай қарайтын болсақ, енді бұл көрсеткіштен 142-де 146-та 153-ге дейін көтеріле берді, ары қымбаттап. Алайда 2003 жылдан бастап 2008 жылға дейінгі аралықты қарайтын болсақ, бұл жерде теңгенің бағамы күшейген. Яғни бұл жерде девальвация емес, ревальвация деген болады. Теңге күшейе бастайды. Яғни айтатын болсақ, бұл жерде негізгі бас себебі ол мұнай қорының көп өндірілуіне байланысты, сонымен қатар мұнай бағасының қымбаттауына байланысты келіп соқтырады. Содан теңге күшейген. Енді 2009 жылы бізде қарайтын болса, 120 теңгеден 147 теңгеге дейін көтеріледі. Бұл дегеніміз 2008 жылы ақш елінде ипотекалық және айтатын болсақ, қаржы дағдарысының себептері сол ипотека дағдарысының болуына байланысты. ақш-тың банктары көп елге не істейді, халыққа не беріп қояды, ипотекалық несие беріп қояды. Соның салдарынан жәнегі әлемдік қаржы дағдарысқа келіп соқтырады. Ары қарай қарайтын болса, жәнегі 2011-2012 жылдары бұл бағам көтеріле береді. 2014 жылы тағы да біраз девальвация болды. Бізде қарайтын болса, 152 теңгеден 180 теңгеге дейін көтеріледі. Осыдан кейін барып 2015-те қарайтын болсақ, бұл көрсеткіш айтатын болса, 180-ден 221 теңге, яғни 41 теңгеге тағы да валюта бағамы әлсірейді. Яғни айтатын болсақ, оның бас себебі 2015 жылы теңге бекітілген бағамнан еркін бағамға ауысады. Осыдан кейін барып қарайтын болса, біз білеміз, еркін бағамда және валюта курсы және нарықтың сұранысы мен ұсынысына байланысты өзгеріп отырады. Яғни бірден 2016 жылы бұл 342 теңге болды. Одан кейін 326 теңге ары қарай кете береді, қымбаттап. Доллар қымбаттап береді, ал теңге әлсірей береді. Енді 2022 жылы қарайтын болса, бұл жерде тағы бір көтінің немесі скачок болған, 475 теңге болды. Бұл жәнегі Ресейдегі соғыстың басталуына байланысты. Яғни біз білеміз, рубль және теңгемен арасында байланысын көре аламыз осы жерде, қандай әлсіреген. Енді жалпы осы бойынша Қазақстан девальвация деген бейнеролик көруге болады. Бұл YouTube-та да бар. Қарап. Енді бекітілген бағам кезінде біз қандай терминдер пайдаланамыз? Бекітілген бағам кезінде біз кез келген валютаны девальвация, яғни оның әлсіреуі, яғни айтатын болса, құнсыздануы
күшеюін айтамыз біз револьвация, қымбаттануы. Ал еркін бағамда не құнсызданады, не қымбаттану деген терминдер пайдаланамыз. Енді келесі осыған байланысты келесі кестеге көз жүгіртейік. Бұл жерде кестеге көз жүгіртетін болса, бірінші неге қарасақ, бекітілген бағам кезінде айтатын болса, бұл жердегі бірінші немен талдайсақ, өйткені екінші еркін бағамда тура сол жазулар қайталанады. Тек қана айтатын болса, басқаша беріледі. Мысалы, бірінші немеде ұлттық валютаның құнсыздануы деген айтатын болса, теңгенің әлсіреуі, ұлттық валюта яғни девальвацияға ұшырайды. Мысалы айтатын болсақ, ал доллар, бұл кезде шетелдік валюта доллар қымбаттайды, яғни ревальвация болады. Ал бұл жерде ұлттық валюта бағамының қымбаттауын қарайтын болса, яғни валютный бағам деген жаңағы ақша айырбастайтын курстар жер бар ғой, сол обменный пункттарда жаңағы валютаның курсын қарайтын болсақ, ол жерде жаңағы теңге девальвация болады да, ал шетелдік валюта ревальвация болады. Келесі ұлттық валютаның қымбаттауына келіп қарайтын болсақ, ұлттық валюта бұл жерде қымбаттайтын болсақ, бұл жерде бірінші бізде теңге ревальвация ұшырайды, яғни қымбаттайды, ал мысалы басқа шетелдік валюта ол не істейді, арзандай түседі. Валюта бағам құнсыздануы деген ревальвация, одан кейін девальвация кетеді. Осылайша еркін бағамда осылай тура осы жағдай қайталанады, бірақ жазылу басқаша болады. Келесі кеткен жалпы валюталы баға қалай белгіленеді? Курс. Ол курс негізгі ұлттық валюта немесе керісінше айырбастау бағаны белгілеу қарастыратын болсақ, ол бірінші кезекте тікелей баға белгілеу, яғни 1 доллардың және 535 теңгеге сәйкес келу, немесе кері баға белгілеу қарастыратын болсақ, 1 теңгенің долларға қатынасын мына жерде көретін болса, долларға қатынасы қарайтын болса, және 1 центке дейін жетпейді. Немесе кросс-курс бағамында екі валютаның үшінші валютаға қатынасы, яғни ақш долларын және немеге қатынасып көре аламыз, евроға немесе жәнегі Жапония иенасына. Келесі енді бізде сұрақ туындайды. Неліктен қырғыз сомы теңгеден қымбат болып есептеледі? Яғни 1 сом 6 теңге 12 тиынға сәйкес келеді. Яғни былайша айтқан кезінде жаңағы Ресейдің рубльмен сәйкес келеді. Былайша қымбатырақ болып есептеледі. Не себептен дегенде, оның басты себептерін қарайтын болсақ, валюта саясаты жүргізетін мемлекеттің. Одан кейін инфляция деңгейі, одан кейін валюта бағамы. Бізде айтатынымыз Қырғызстанда көбінесе валюта бағамы бекітілген болып келеді. Не алтынға, не долларға. Сонымен қатар Қырғызстан айтатын болса, оның Қырғызстан экономикасы, жалпы экономика құрылымы біздің салыстыратын болсақ, бізде жаңағы бюджетке ақша көбінесе жаңағы мұнайдан келіп түседі. Яғни бізде бір салаға тәуелдіміз. Ал Қырғызстан олай емес, бір салаға емес, оларда айтатын болса, жан-жақта басқа да салалар дамыған, яғни диверсификация экономикасында жақсы көрсеткіштер бар. Соның есептері, онымен қатар сауда балансы мен ақша аударымдар дейді. Ақша аударымын тоқталатын болса, мысалы біз білеміз, Қырғызстаннан жәнегі Ресей, басқа да елдерде көптеген жәнегі еңбек мигранттары көп жұмыс істейді. Соның немесі айтатын болсақ, біз тағы бір артықшылықтарын айтатын болсақ, жәнегі еңбек мигранттары ол басқа жұмыс істегеннен ол ақшасын не істейді, елге жөнелтеді ғой. Ол елге жіберген кезінде айтатын болса, ол жәнегі шетел валюта түрінде еліне келетін болса, не істейді, жаңағы Қырғызстанның сомына айырбастаған кезде Қырғызстан сомы күшейе түседі. Келесі кеткен ой қозғау дейді, халықаралық саудада қандай валюта жүреді? Енді халықаралық саудаға көшейік. Ұлттық валюта бағамын біз қарастырып болдық. Енді жалпы неліктен халықаралық валюта бізде не доллар, не еврода жүргізіледі? Мысалы, теңгемен біз не істейміз? Халықаралық саудада есеп айырысылмаймыз ғой. Оның бас себебімізді қарастыратын болса, мына жерде жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштерін қарайтын болсақ, тарихта бұл жерде айтатын болса, 1820 жылы бірден жалпы ішкі өнім көрсеткіштері лезде көтеріледі. Көтерілген бірінші орында бізде Британия тұр, одан бар қарайтын болса, Франция, Германия, Италия, Европа мемлекеттері тұр. Бұның бас себебі Европадағы өнеркәсіптік революцияның басталуына байланысты не істейді? Зауыттардың немесе байланысты, өнеркәсіптік дамуына байланысты жалпы ішкі өнім көрсеткіштерінің өсуіне әкеліп соқтырады. Енді келесі кезекте қарастыратын болса, бұл жерде валюталық қатынастарда мысалы талдайтын болса, мысалы ақш тауар өндірсе, Британия, Ұлыбритания шикізат шығарса, Франция тауар өндірсе, Германия шикізат шығарса, енді осылардың арасында жетіспейтін, халықаралық сауда жүргізуге не жетіспейді? Енді қарайтын болса, бұл жерде бір мәселе туындайды.
Оның бастысы айтатын болсақ, мысалы ақш тауар шығаратын болса халықаралық саудаға, яғни импортқа шығарса, экспортқа шығарса, экспортта оны сатады. Сатқан кезде ол жаңағы, мысалы айтатын болса Англияға сататын болса, Англия оған не істейді? Сол тауар үшін фунт стерлингпен төлейді. Бірақ ақшқа ол фунт стерлинг керек па? Яғни әрине керек емес, өйткені оған доллар керек, өйткені ол өз мемлекетінде фунт стерлингпен есеп айырыспайды ғой. Ол доллармен есеп жүргізеді. Осы жерде бізде айтатын болса біраз келіспеушіліктер пайда болады. Енді қарайтын болсақ, мысалы мына төрт жалпы әлемнің мемлекеттері әрқайсысының валютасы әртүрлі болып келеді. ақш доллары, мысалы Англиянікі фунт стерлинг, Франциянікі франк, немістердікі немецкая марка деп марка болып есептеледі. Енді орта валюта қайсысы болу керек? Яғни ортақ бір валюта болу керек, сол валюта арқылы не істеу керек? Есеп айырысу керек, халықаралық сауданы жүргізу керек. Енді осы жерден бастап әлемдік нарықта не істейді? Валюталық соғыс басталады. Сол валюталық соғыс, яғни валюталық жүйенің қалыптасуына әкеліп соқтырады. Яғни айтатын болса, кімнің үстемдігі артады, сол не істейді? Басқара бастайды. Өйткені біз жаңа айтатын болса, жалпы ішкі өнім көрсеткіштері ең алғашқы Британия мемлекеті болып табылады ғой, иә. Мысалы Британияда айтатын болса, айтатын болсақ, жалпы өнеркәсіптік индустриализациядан шыққан отаны болып табылады ғой. Енді осы кезде бізде халықаралық валюта жүйесі пайда болады. Елдер арасындағы валюталық қатынастарды жүзеге асыру үшін құрылған ұйымдардың ішіндегі жиынтығы болып табылады. Оның ішінде ережелер, келісімдер болып табылады. Енді валюта жүйесінің эволюциясын қарайтын болсақ, жалпы ол бірінші Париж валюталық жүйесі, екіншісі Генуэз валюталық жүйесі, Генуэздің Италияда орналасқан, одан Бреттон Вудс валюталық жүйесі Америкада, одан Ямайка валюталық жүйесі, яғни 4 кезеңді жеке-жеке сипаттап қарасып шығамыз. Бірінші Париж валюталық жүйесінен бастайық. Біздегі 19 ғасырдан бастап, және айтатын болсақ, 1914 жылға дейін жалғасады екен. Бұл Париж валюталық жүйесі Францияда айтатын болсақ, бірінші бұл валюталық жүйесі алтын стандарт енгізеді, яғни валюта алтынға қатаң бекітілген болады. Соған байланысты валюта, яғни тұрақты бағам қалыптасады, алтынға бекітілген. Резервтік валюта бізде фунт стерлинг қалады. Өйткені айтатын болса, біз білеміз, неге фунт стерлинг ол жалпы ішкі өнім көрсеткіші бізде Британия бірінші орында тұрды ғой. Соған байланысты оларда қордың көп болуы, ақшаның алтын қорының пайда болуына байланысты. Одан кейін барып қарасатын болса, бұның жүйенің артықшылықтары ақшаға жоғары сенім пайда болды, айырбас бағам тұрақтылығы қалыптасты. Кемшіліктері алтынға деген қорын тәуелділік, оның бас тапшылығына дағдарысты. Яғни айтатын болсақ, кез келген мемлекет алтынды өндіреді, бірақ ол шектеулі болуы мүмкін, кейбір мемлекеттерде алтын болмауы мүмкін деп. Сол басты кемшілік болып табылады. Яғни айтатын болса, бұл жүйені қарап отыратын болса, 1914 жылы құлайды екен, яғни оны құлдырау себебі бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына байланысты. Бірінші дүниежүзілік соғыста елдерге алтыннан қарағанда көбірек ақша қажет болды. Ол ақшаға не істейді? Қару-жарақ сатып алады. Соны қамтамасыз ету мақсатында не істейді? Париж валюталық жүйесі құлайды. Құлдырап не істейді? Келесі Генуэз валюталық жүйесі қалыптасады. Соғыс аяқталғаннан кейін 1922-30 жылдар аралығында, яғни көп өмір сүрмеген, 8 жылдық өмірі бар екен. Бұл жерде қандай өзгерістер болды? Алтын айырбас стандарт енгізді. Алтын айырбас стандарт, яғни саудада алтынмен қатар фунт стерлинг және доллар қолданылады. Яғни осы уақытқа дейін алтынмен сауда жасайтын болса, енді бұның қатарына фунт стерлинг пен ақш-тың доллары қатыса бастайды. Валюта бағамы тұрақты, яғни бекітілген. Оны бекітілген бағам айтатын болсақ, алтынға фунт стерлинг және де долларға тұрақты бекітілген болып табылады. Резервтік валюта болып, бұл жерде кез келген мемлекет өзіне қорын фунт стерлинг немесе доллар ретінде сақтай алады. Ары қарай артықшылықтарына келіп тоқталатын болсақ, алтын әлемдік ақша рөлін сақтап қалды. Кемшіліктері валюталық соғыстар, яғни ақш пен Ұлыбритания арасында валюталық соғыс басталады. Яғни ортақ бір валюта, қайсысы валюта халықаралық сауда жүру керек, соған талас басталады. Енді қарап отыратын болсақ, бұл жерде Генуэз валюталық жүйесі 30 жылдар аяқталады. Оның аяқталу құлдырау себебі Америкада не істейді? 1930 жылы ұлы депрессияның басталуына әкеліп соқтырады. Соның салдарынан не істейді? Генуэз валюталық жүйесі өз ісін тоқтатады. Енді келесі қарайтын болса, бұл жерде Бреттон Вудс валюталық жүйесі 1944 жылы ғана немістелген, құрылған екен. Айтатын болса, бұл аралыққа дейін ұлы депрессиядан шығу керек болды, одан екінші дүниежүзілік басталып кетеді. Сол бір аяқталғаннан кейін барып, Бреттон Вудс валюталық жүйесі ақш-та пайда болады. Сонда қарайтын болса, валюталық соғыстан
Ұлыбритания мен ақш арасында және ақш несе жеңіске жетеді өзіне, яғни орталықты Европадан емес уже ақшқа аударады, яғни ақша орталығын. Алтын айырбас стандарты, яғни бұл жерде ақш доллар орталық орында алады. Валюта бағамы бұл жерде алтын мен долларға тұрақты бекітілген, яғни фунт стерлингті шығарып тастады. Резерв валюта ретінде кез келген мемлекет өзінде тек доллар ғана сақтайды. Артықшылықтар дейді, бұл жерде айтатын болсақ, осы кезеңде осы валюталық жүйеде әлемдегі екі ұйым пайда болды. Ол біреуі халықаралық валюталық қор мен екінші дүниежүзілік банк пайда болды. Бұлардың екеуі пайда болуы және долларды әлемдік ақшаға айналдырады. Кемшіліктері айтатын болсақ, бүкіл әлем не істейді, ақшқа тәуелділік артады. Яғни олар алтыннан да көп доллар басып шығара бастады дейді ақш. Енді бұл жүйені қарайтын болса, бұл жүйе 71 жылдар несиеде құлдырайды. Оның басты себебі 1971 жылы президент Никсон доллардың алтынға айырбастауын тоқтатады да бұл жүйенің негізін жояды. Сонымен қатар біз білеміз, осы жылдары ақш Вьетнам мемлекетімен соғысады де, ода жәнегі айтатын болса, экономикасына әсер етеді. Енді келесі кезекте қарасатын болса, бізде төртінші Ямайка валюталық жүйесіне келіп қарасатын болса, бұл 1976 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әлі жұмыс істеп келе жатыр. Бұл неге жұмыс істеп келе жатыр, қатты тоқталып кетейік, неге құлдыраған жоқты. Басты себебі алтын стандарты жойылады, яғни ұжымдық валюта пайда болады. Ұжымдық валюта деген түсіндірем. Екінші, валюта бағамы валюталық нарықтағы бағаммен айырбасталады және еркін емес аралас бағам болады. Яғни сұраныс ұсыныспен байланысты еркін, және айтатын болса, валюта бағамы қалыптасады, немесе арасында бекітілген бағамда ұстап тұрады. Резервтік валюта ретінде долларды емес, енді SDR-ды пайдаланды. SDR дегеніміз ол ұжымдық валюта қоры, бірнеше мемлекеттер бірігеді. Айтатын болсақ, мысалы ол мемлекетке жәнегі тек қана доллар емес, доллар болуы мүмкін біраз бөліге, және фунт стерлинг кіреді, тағы да басқа жәнегі дамыған, экономикасы дамыған мықты мемлекеттердің ақшаларын еседі. Осы немеге кіре бастайды. Содан бұның артықшылықтары айтамыз, валюталық икемділіктің дағдарысынан бейімделу мүмкіндігі туады. Одан кейін кемшіліктері валюта бағам тұрақсыздығы, валюталық соғыстар мен күшті экономикалық тәуелділік тудыра бастайды. Яғни бұл жүйе құлдыраған жоқ, бұл жүйе әлі секіреді. Оның басты істеп тұрған себебі ұжымдық валютаны ойлап табуына байланысты SDR-дің. Енді келесі кетті халықаралық сауда айтатын болса, бұлардың жаңа айтатын болса, жәнегі мысалы халықаралық саудаға көшейік. Халықаралық сауда мысалы экспортқа біз тауар шығаратын болса, және басында салық жүретінімізде тауар сатамыз, тауардан түскен ақшаны біз евроны не мемлекет несейді, оны айырбастайды, немесе резервке сақтайды. Немесе үшінші ол инвестицияға жіберу мүмкін, басқа да шетелдік немеге. Неге резервке салу керек? Және біз айтатын болсақ, резервке салған кезде бұл шетелдік валюта айтатын болсақ, келесі кезекте біз сауда жасау үшін қолданамыз. Онда резервтік валюта деген басқа елдің орталық банктері резервті жинақтайтын және сақтайтын шетел валютасы болып табылады. Яғни ол қай валюталар екен, қарастыра кетейік. Бізде жалпы шетел валютасы неге мемлекеттік қорда сақтау қажет деген сұрақ туындайды. Ол бірінші халықаралық саудада экспорт пен импорттың төлем үшін, яғни төлем балансын жабу мақсатында, кей кезде төлем балансы ол жәнегі оң не теріс болуы мүмкін сальдосы. Одан жинақ құралатын ұлттық валютаның тұрақтылығына жауап береді. Көп болған сайын, яғни валютада тұрақты болады. Инвестициялық валюта болып табылады, яғни осы арқылы біз несемейді, теңгемен емес, доллар, евромен басқа елдерге инвестиция саламыз. Сонымен қатар дүниежүзілік есеп бірлігі, яғни мұнай, алтын бағалар осы доллар немесе көрсеткішінде белгіленеді. Келесі негізгі резерв валюталарға тоқталатын болса, бұл жерде халықаралық валюталық қордың деректері бойынша 2024 жылға ақш доллары әлемдік резервтен 58% алады екен, яғни бірінші орында тұр. Евро 20% алады, Жапония иенасы 5%, фунт стерлинг 4%, одан Қытайдың юані 3%. Бұлар негізгі соңғы жылдар енгізген, яғни өнеркәсіп дамытуына 2000 жылдары осы негізгі резервтік валюта қатарына енген Қытай. Одан кейін бар бізде 10% ішінде канадалық, австралиялық, тағы басқа швейцариялық франктар кіреді екен. Енді келесі сұрақ, бізде теңгені резервтік валютаға айналдырудың қандай жолдары бар екен? Айналдыру үшін бізге не істеу керек? Бірінші экономика қуаттылықты дамыту керек, яғни соның ішінде жалпы ішкі өнім көрсеткіші халықаралық сауда үлесін күшейту керек, күшті өндірістік базаны құру керек мемлекет ішінде. Екінші, валюта сенімді арттыру, яғни төмен инфляция, тұрақты валюта саясаты, беделді орталық банк және инвестор құқықтарын қорғау жұмыстарын жүргізу қажет.
одан бір ауқымды қаржы нарығы, яғни дамыған банк жүйесі бізде болу керек, капитал сақтаудың жеке айналым құралдары болу керек, қаржы құралдары, иә. Сонымен қатар валюта айырбасы еркін және шектеусіз айырбас, қатаң валюталық бақылаудың болмауы керек. Одан кейін бар саяси тұрақтылық мемлекеттің, әлемдік қоғамдастық мемлекеттің мекемелері сенімін арттыру керек. Репутация болу керек, бір сөзбен айтқан кезде халықаралық саудада кеңінен қолданылады. Жақсы, енді бүгін сау түсінікті болдыңыз, каналға жазайық, канал бойынша ақпарат басқаларыңызға таратайық. Назарларыңызға рахмет.